Сәлем баршаңызға. Бүгін біз қазанның қақпағында нан пісіретін боламыз. Өте оңай жасалуы. Сіздер де видеоны соңына дейін қарап жасап көрсеңіздер болады. Ең алдымен ашытқымыздың үстіне қантымызды салып, жылы суымызды құйып, араластырып көтерілгенін тосамыз. Ашытқымыз көтерілген соң ұнымыздың үстіне құямыз да, оның үстіне бір ас қасық майонез, 40-50 грамм сары май немесе маргарин қоссаңыздар болады. Сосын тұзды сумен илейміз. Жұмсақ қамыр илеп аламыз. Осылайша қамырымыздың басы біріккен соң екі қолмен басып, ие жақсы қану үшін осылай илейміз. Қолымызға онша жабыспау керек, жұмсақ қамыр болу керек. Мінекей осындай жұмсақ болу керек. Ыдысымызға салып, бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Мінекей қамырымыз көтеріліп дайын болды. Сол кезде қазанымызды газдың үстіне қойып, ішіне бір уыс тұзымызды салып қоямыз. Өйткені қазанымыздың түбі күйіп кетпеу үшін қақпағын жауып қыздырып аламыз. Қамырымызды екіге бөліп аламыз да, осылайша домалақтатып, ортасын басып, осылай қамырымызды дайындап қоямыз. Қызып тұрған қақпағымызды алып, ортасына жұмыртқасын жағамыз. Тесто жабысып тұру үшін жұмыртқа жағамыз. Енді ортасына тестомызды орналастырып, осылай қолымызбен басып қоямыз. Үстіне жұмыртқаны жағамыз. Одан кейін мен мұнда күнжіт пен макты қолдандым. Енді қызып тұрған қазанымыздың бетін жауып 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей нанымыз пісіп шықты. Осындай беті қызарып, әдемі болып шығады. Енді мен пышақтың көмегімен ақырындап нанды аламыз. Қазанымыздың астын бастапқыда қатты қыздырып алып, одан кейінгіде астын баяулатып қоямыз орташа отта. Сонымен біз орташа отта пісіріп аламыз нанды. Міне осындай менде 3 нан шықты. Ыстық кезінде сары май жағып жесеңіздер, дәмі деген одан да керемет болады. Достар, егер де осы видеоны өздеріңізге сақтап алғыларыңыз келсе, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне қазанды қарасаңыздар, түбі күймеген. Міне жай ғана суға қазанымызды жуып ала саламыз.